Өмір түрлі кейде сынақтармен шаршатса, жолында кедергі қаптаса, тек уайымға салма, шешімдері табылмай жатса да, жүректі тыңдап басын қатса. Шектелме алдамшы бір сәттерге, сеніп шықшы көңіл күйді көтерде. Шектелме қорқыныш жол бетперде, өте шығар қорықпашы бекерге. Шектелме қорқыныш жол бетперде, өте шығар қорықпашы бекерге. Уайымдама төсе бір сынға. Менен таяқ жейме? Менен бұның не? Біздің ағашымыздың тас талқанын шығарды. Я, сен оған таяқ жегізе аласың ғой. Мен одан өзім қашып жүрмін ғой. Сонда не, кез келген бұзақы мені ренжіте берсін бе? Мен төбелесе алмайым. Мен тіпті ұрса да алмайым. Біз үйретеміз. Жоқ, бапкер үйретсін. Мен саясаткермін, жауынгер емеспін. Қайдағы саясаткер? Иә, кез келген еркектің белгілі бір кезде маңызды таңдау жасау керек. Ұру немесе қашу. Бірақ мен шынын айтсам, қаша беруден шаршадым. Ұратын уақыт келді. Өзіңмен арастың, бойында таныстым. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкінде, қайдасың бұл күнде? Сені іздеп арманым, сыр бойы шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойы шарладым. Сен неге маған ән айтуға кедергі келтіріп отырсың? Мен басаған кедергі келтіріп отырған, құлағың ноты естімесе менің не кінәм бар? Мен құлағым естиді, ол сен кедергі келтіріп отырсың маған. Доғарыңдар. Салғаласа беруді. Сен осы әнді айтасың. Ал сен болсаң басқа әнді айтасың. Не деген ақымақтық түсінбеймін. Неге ол қатысуы керек? Өзіңіз естідіңіз ғой, ол тіпті нотаға түсалмай отыр. Түсер едім, егер сен араласпағанда. Болды. Бөліп жібергенім үшін кешіріңіздер. Рауза, сені 1 минутқа бола ма? Мен сені 1 минутқа қалдырып едім. Сол уақыттың ішінде жараланған не? Әдейі емес қой. Ай! Мен әлі тигенде жоқпын ғой. Ол кішкентай ғана жарақаттан бақыратын түріңмен бізді қалай қорғамақшысың? Бұл кішкентай жарақат емес. Қанап жатыр. Бұл қорқынышсыз жарақат. Кеттік. Жай ғана сырып кеткен. Бара бер, болсын. Амира, түлек ағашын не істейміз? Біздің картонды таптап тастады ғой. Ендеше нағыз ағашты әкелейік. Ағашты мектепке қалай әкелмексің? Білмеймін. Назар аударыңдар. Кішігірім хабарландырым бар. Бүгін сағат 12-де менің және отбасымның атынан тәтті тағамдар берілетін болады. Барлықтарыңызды қуана күтеміз. Біздің мектеп сайтына кіріп, маған дауыс берді, ұмытпаңыздар.
Кездескенше. Халыққа тамақ беру өзіне деген махаббатты сатып алмақшы. Я, оның саяси болашағы бәрі анық. Ал біз болсақ, тіпті қадам жасай алмадық. Олжас, не керек саған? Сен не ол күзетшісі ме едің? Жоқ, мен оның досымын. Бірақ сен ол сөздің мағынасына түсінбейтін шығарсың. Қорқақ. Сен қарындасын айтты осы мен жекесі сөйлескісі келеді. Солай ма? Жайына қалдыр, Олжас. Сен не тілін жұтып қойдың ба? Әлде сенің орнына қыздар сөйлей ма? Мен сенімен жекпе-жекке шығам. Сенбі күні. Сенбі? Неге сенбі? Қалауым сол. Жарайды, келістік. Мәссаған, жарайсың. Шынымды айтсам, өз батылдығыма өзім таңғалып отырмын. Бәлкім қасымда Рауза болғандықтан шығар. Бәлкім Олжас маған ешқандай жауап бермегендіктен болар. Не болса да, бұл кішігірім жеңіс мен үшін. Айару, мұның бәрі саған не үшін керек, а? Болашақта ел президенті болу үшін. Мысалы, мен дәрігер болғым келеді. Менің ойымша, ең жақсы кәсіп шаш тарашы болу. Сонда мен мектепке ең әдемі шаш үлгілерімен келер едім. Бұл өте жақсы. Онда сен маған мектеп президенті болу үшін көмектесесің. Ең бастысы маған дауыс беру. Мектептің жарқын болашағы үшін. Менің ойымша, сен тым көп фильм көріп қалған сияқтысың. Ниндзя өнері Жапонияда баяғы кездерде пайда болған. Жапония тұрғындары тәртіпке мұқият қарайды. Ниндзя нені үйретеді? 100% қауіпсіздікте болу мүмкін емес екендігін үйретеді. Ал ең бастысы, ниндзя көзге көрінбей жүре алады. Маған бәрінен бұрын бос қасиеті ұнайды. Кімданып тұрсың? Сен мені көріп тұрсың ба? Яйын көрінбейтін ниндзя емессің ғой? Ниндзямын. Көрініп тұрсың. Шын ба? Жоқ, өтірік, мен ауылмен сөйлесіп тұрмын. Онда мен шынымен ниндзямын. Көрініп тұрсың деймін. Онда Олжасса көріп қояр мені. Мен Олжаспен төбелесуге дайын емеспін. Мен қорқамын одан. Солай болу керек. Неге? Себебі біз қорқпайтын нәрсемен күресе алмаймыз. Ұқтың ба? Иә. Вау! Ол әдеттегідей дұрыс айтады. Мен ылғи қалаған нәрсеме қолымды созуға қорқатынмын. Бірақ жетістікке жеткім келгендіктен қорқынышты жеңуге жігерленетінмін. Соның арқасында көп жаңа нәрселерге үйренген едім. Бұл мәселеде соған ұқсайды. Рауза сияқты қыздар маған тамсанғанын қаласам, мен қашпай әрекет етуім керек. Біз неге мына жерге келдік? Мен мұнда ағаш көрдім, әне тұр. Маған мына жер ұнамайды. Қойша, кеттік. Бірдеңе іздедіңдер ма? Біз кітап іздедік. Қандай кітап іздедіңдер? Өсімдік туралы. Е, бекіріз? Иә. Өсімдік туралы? Қазір мен сендерге тауып берейін. Міне өсімдік туралы. Алып барып оқыңдар. Негізі Барбимен келсем, өзімді бірінші орынға қоюын керек. Бірақ Барбида ол жайлы айтылмаған ғой. Солай ма? Не деп айтылған екен? Ол жерде әйелдердің де, еркектердің де құқықтары тең екендігі жайлы айтқысы келген. Сен вообще киноны көрдің ба? Айым, сен неге сондай қырсықсың? Не дедің? Сен тәкаппарсың, қырсықсың. Сенімен бір топта жұмыс істеу мүмкін емес.
Ал сен сыр тышқансың, сен сияқтылармен ешкім дос болғысы келмейді. Сен сияқты бір тобыр досым болғанша, бір адал досым болған артық. Не дедің? Мен түсінбейтін тағы бір нәрсе. Неге еркектер бір-біріне қыз сияқты төбелесесің деп мазақтайды? Олар өзі қыздардың төбелескенін көрді ме? Бұл екеуі қыз емес. Рингтағы екі ашулы күрескер нағыз. Ал мен сендер тыңдап отырмын. Ол бірінші бастады. Мен ештеңе істегенім жоқ. Ол мен намысыма тиді. Ол да мен намысыма тиді. Тыныш, ұялмайсыңдар ма? Жап-жас қыздарсыңдар. Болашақ аналар, болашақ жұбайларсыңдар. Бұзақы балалар сияқты төбелес шығарғандарың не? Араларыңдағы бір есі бар бала бар еді, оны да ұрып тастадыңдар. Сендердің кесірлеріңнен оқушы бала зардап шекті. Кешіріңіз. Менен кешірім сұраудың қажеті жоқ. Темірланнан кешірім сұраңдар. Енді сендер жазаланасыңдар. Сабақтан кейін дәліздегі еденді жуасыңдар. Не үшін? Бірақ біздің байқауымыз бар ғой. Біз дайындалу керекпіз. Міне, еден жуып жүріп соған дайындаласыңдар. Жоқ. Біз дайындалып үлгермейміз. Тыныш, әйтпесе байқауға қатысуға тіпті рұқсат та бермей қоям. Болды, барыңдар. Білесіңдер ме? Бокс туралы кино? Жоқ, жалпы кинода адамдар бір-бірін ұрып соққаннан кейін ештеңе болмағанда жүре береді. Бұның бәрі өтірік екен ғой. Мен дәл қазір өзімнің бетімді таң кесіп кеткендей сезініп жатырмын. Тамерлан, кешірші. Мен бөгім жарыр ма? Жоқ, кішкене ғана ештеңе етпейді. Қызарып тұр жай ғана. Аузым ауып тұр. Шамал қисайып кетіпті. Қазір орнына саламыз. Я нашым. Мен мектептемін. Бізде дайындық болып жатыр. Сосын хабарласам. Анана жазаланғанын жайлы айттың ба? Асын айттың ба? Жоқ. Ол білсе көңілі қалады. Сол ғана ма? Ол түк емес қой. Ал сен кіші, ашулана ма, ұра ма? Сен шаруам болмасын. Жарайды, не болсын шым ашуланып? Түсінікті ме, балалар? Енді мынау тақтада жазылғанды жазып алыңдар. Бұл сендерге келесі сабаққа тапсырма болсын. Жарай ма? Болашақ мектебіміздің президенті. Дебатқа дайындық қалай? Жақсы болып жатыр. Жарайсың. Ал енді мына тақтадағын жазып ал. Келесі сабақта мен сенен сұраймын. Жарай ма? Жарайды. Түсінікті ме? Түсінікті. Сабақ аяқталды. Боссыңдар. Қорқақ. Не керек? Мынаны қараңдар. Қыздар саған кәдімгідей таяқ жегізіп тұр. Мен үйге бара жатырмын. Күшім жоқ саған мүлдем. Басқа күн сөйлесеміз. Қарасам соңғы күндері батылданып барасың, Кетші.
Мира, мен қорқып тұрмын. Қайтайықшы. Қорқпа, бізге ағаш керек. Вау! Таптық. Таптық ағашты. Бұл ағашты енді ешкім таптай алмайды. Я! Темірлан, тұра ғой, жаным сол. Тұр, Таң атты мане. түс болды. Бетің қалай? Жақсы болыпты ғой. Бәрекелді. Тұр, ас үйді күтем. Егер сендер кейіпкердің оқиғасы таяқ жеген жерінен бітеді деп ойласаңдар, жоқ, бітпейді екен. Себебі кез келген кинода бас кейіпкер бас жолында жеңу керек. Аузын қалай? Жақсы. Сен тілек ағашың қалай? Бірнеше тілек пайда болды. Нешеу? 4. Қандай ағаш? Біз Бекарыс екеуміз мектепте тілек ағашын қойдық. Онда әр бала өз тілегін жаза алады. Ол зат болуы мүмкін, және жай ғана тілек болуы мүмкін. Басқа балалар ол тілектерді оқып, балаларға көмектесе алады. Керемет ой. Сен ойлап таптың ба? Иә. Менің ақылды қызым, данышпан, маған тартқан, жарты әкесіне тартқан. Бұрын айтқанымдай, әр отбасыда бір данышпан бар. Бірі данышпан болса, бірінің аузы сынып отыр.